Атана білмейтін қателіктер. Сені біреу ұрса да, сен оны ұрма. Бұл атананың мектеп табалдырығын аттағалы жатқан баласына айтатын ақылының бірі. Сөйлемнің жалғасы. Егер сені біреу ұратын болса, оны мұғаліміне, ағайына, апайына барып айт, деп аяқталады. Бір қарағанда бұл өте қисынды әрі орынды кеңес сияқты боп көрінеді. Мұны баланың агрессивті боп өсуіне жол бермеу, немесе оған агрессивті балалардың зиян тигізбеуінің алдын алудың практикалық шешімі деп санауға болады. Бірақ бұл көзқарас атана дұрыс санайтын классикалық қателіктердің бірі. Рас, кей бала проблеманы шешу үшін үйде көріп өскеніндей достарына қол жұмсап күш көрсетеді. Мәселені жұдырықпен және дөрекелікпен шешуге бейім балалар аз емес. Уақыт өте келе, бұл балалар зорлық-зомбылықтың адамды оңай қорқытатынын түсінеді. Сондықтан өзгелерге күш көрсету, қол жұмсау, келешекте олардың мінезіне айналып кетуі әбден мүмкін. Оның үстіне мәселені зорлық-зомбылық арқылы шешіп үйренген бала көбіне таяқ жеп көрмеген балаларға өш келеді. Төбелесті көрмеген бала жүрегі шайлығып, қорқып қалуы ықтимал. Өкінішке орай, ересектер арасында да проблеманы зорлық-зомбылық арқылы шешуді ұнататындар бар. Күш көрсету, зорлық-зомбылық жасау қалыпты деп санайтындар жеткілікті. Яғни құрдастар мен қатарластар арасындағы зорлық-зомбылық мәселесі балалық шақта ғана кездесетін проблема емес. Сондай-ақ, кейбір ата-ана баласының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін біреу саған тиіссе, қарап тұрма. Сені ұрса, сен оны көбірек ұр дейді. Бұл әдіс қателікті жамандықпен жабудан басқа ештеңе емес. Олар баланы өз-өзін қорғауға үйретеміз деп, зорлық-зомбылыққа бейім етуі әбден мүмкін. Агрессивті балалар әр сыныпта, әр ауданда кездеседі. Сіз отбасын сүйіспеншілік пен сыйластыққа құрып, балаға қол көтермей өсірсеңіз де, кейін балаңыздың жолы осындай күш көрсетуге құмар балалармен міндетті түрде түйіседі. Сондықтан ең дұрысы, балаға мұндай балаларға тап болғанда, олармен қалай күресіп, өзін қалай қорғауы тиістігін үйрету керек. Атана балаға мұндай балалардың қоғамда болатынын, олардың өзіне және қоршаған ортаға агрессивті болуы мүмкін екенін алдын ала айтып, түсіндіргені абзал. Әншейін айтып қоя салу жеткіліксіз. Олармен күресуді де көрсетіп, мұндай балалардан қорықпау қажетін үйретіңіз. Егер қорқатын болса, қорқатын балаға көбірек зиян тигізетінін ескерту керек. Мысалы, саған тиісіп дауыс көтерсе, сен де оған дауыс көтер. Сені бас салса, итеріп жібер. Егер ол сені ұрса, ұрып, қолынмен өзіңді қорға. Екі қолынды саған күш көрсетпекші болғанды тоқтатып, қуып жіберу үшін пайдалан, деп ескерту қажет. Қысқасы балаға не агрессивті баладан қашуға, немесе оған тікелей шабуыл жасауды үйрету керек. Бала өзін қалай қорғау керек екенін білсін. Өзін қорғау үшін дауыс көтеріп, итеру оның алғашқы қадамдары болсын. Сондықтан ол өзін қорғау үшін барлық сақтық шараларын жасасын. Агрессивті балалар өзінен қорықпайтын балаға қайта жуымайтын болады. Ал агрессивті баланың шабуылынан өз күшімен аман қалған баланың өзіне деген сенім артады. Жасалған зерттеулер бойынша, зорлық-зомбылыққа ұшыраған балалардың өздерін қорғай алмайтын әлсіз, өзіне деген сенімі төмен балалар екендігі анықталған. Шабуыл жасаған баладан қашу да бір шешім. Бірақ бұл шешім жаңа шабуылдарға тоқтам бола алмайды. Оның үстіне
біреудің күш көрсетуінен қашып кеткен баланы сыныптастары әжуалап мазақтайды. Осыған қарамастан қашуды зорлық-зомбылыққа ұшырап, содан кейін мұғаліммен немесе анасымен бірге келіп түсіндіруден гөрі дұрыс әдіс деп қарастыруға болады. Жаңа ұрпақтың, яғни буынның ең маңызды ерекшеліктерінің бірі олар оңай беріле салады. Олардың қиындық кезінде оңай беріле салуының артында ата-ананың қате ұстанымдарының ықпалы орасан. Мысалы, егер біреу саған тиіссе, немесе қоқаң-лоққы жасаса, бұл туралы мұғаліміне барып айт. Немесе маған айт, өзім шешемін деген қисын балалардың келешекте үнемі біреуге арқа сүйеп өмір сүруіне себеп болуы мүмкін. Біздің мақсатымыз өз-өзін қорғай алатын, өз мәселесін өзі шеше алатын ұрпақ тәрбиелеу.